Ассалям алейкум қыздар, бүгін осындай сосискі в тесте жасаймыз. Қамыры өте жұмсақ болып шығады. Так, мінекей кескенде де жұп-жұмсақ, мінекей арасы да піскен. Видеоны соңына дейін қарап, жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар: ұн, тұз, қант, ашытқы, сұйық май, жұмыртқа және де жылы су. Ұнды мен електен өткізіп алдым. Ыдысымызға жылы суды құйып, үстіне жұмыртқаны, тұз, қант, ашытқыны, және де сұйық майды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Тұз, қант кішкене еру керек. Араластырып болып, үстіне ұн саламыз. Енді өте жұмсақ етіп қамыр илейміз. Ұнды көп мөлшерде салмаңыздар. Піскенде қап-қатты болып қалады. Кішкене сұйық май құйдым соңында. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Мінекей қамыр ашып дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ қамыр. Енді осын ұзынша етіп дөңгелектеп алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Осылай дөңгелектеп аламыз да, бетін жауып, шетінен алып жаямыз. Сосисканы дәл ортасына қойып, пышақтың немесе осындай пицца кесетін құралмен, видеода көріп тұрғандарыңыздай кесіп аламыз. Енді өреміз. Неге осындай формада шықты. Енді қалған қамырдың барлығын осылай жайып, ортасына сосисканы қойып, шетін кесіп, өріп шығамыз. Мінекей барлығын жасап алып, пакетпен бетін 10 минутқа жауып қойдым. Кішкене көтерілсін деп. Енді жұмыртқаның сарысына аз ғана сүтті құйып, араластырып, бетіне жағып шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып болғаннан кейін, күнжіт сеуіп,
алдын ала қысып тұрған 200 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Неге пісіп дайын болды, өте керемет болып шықты. Жұп-жұмсақ ас болсын.